Екі көзі мүлдем көрмейтін зағип кісі адамдар жиі жүретін орында таңертеңнен кешке дейін отырып қайыр сұрайтын. Оның жанында қорап тұрады. Онда жұрт салған ұсақ тиындар жатады. Әлгі кісі мойнына «Мен соқырмын, Құдай үшін көмектесіңдер» деп жазылған қағаз ілінген болатын. Олай-бұлай өтетін адамдардың арасында соқырды аяп, тиын-тебен тастайтындар сирек. Содан болар, ол ерте келіп, кеш қарайғанша отыратын. Бәлкім біреулер мейірі түсіп бірдеңе беріп қалар деген үміт оты осылай қысы-жазы күнұзақ отыруға итермелейтін болса керек. Бірде әлгі кісінің жанына келіп тоқтаған қыз оның мойнына ілінген қағазын сұрады. Бұл неге керек деген оймен таңданса да, соқыр оған қағазды берді. Әлгі қағаздағы жазуды басқа жазумен өзгерткен қыз қатырма тақтаны өзіне қайтып берді де жөніне кетті. Сол-ақ екен, жанындағы картон қорапқа тиындар қарша жауа бастады. Өткен-кеткендердің бәрі дерлік тоқтап, тиын тастайды. Осылайша кешке дейін оның картон қорабы ақшаға толды. Мұның себебін түсіне алмаған соқыр аң-таң. Кешкісін жұмыстан қайтқан бағанағы қыз оның қасына келіп тоқтады. Содан кейін, «Міне, көрдіңіз бе? Енді табысыңыз басқаша» деді. Оның даусынан таныған соқыр кісі, «Сен не істеп қойдың? Маған осы арадан өткен жұрттың бәрі тиын тастап жатыр» деп таңырқап. Қыз оған, «Мен бар болғаны мойныңызға ілінген тақтадағы сөзді басқа сөзге ауыстырып жаздым» деп жауап берді. Ол бұрынғы сөздің орнына «Мына дүние қандай тамаша, бірақ мен оны көре алмаймын» деп жазған еді. Оның мына сөзі өткен-кеткендердің бәрінің жүрегін елжіретіп, қатты әсер етті. Аяушылық сезіміне бөленген адамдар көз жанарынан айырылған әлгі кемтар жанға жанашырлық сезімі оянып, картон қорабына тиын салды. Бұл жерде екі түрлі айтылған сөз бір мағынаны берсе де, адамдарға өміріңіз бен табысыңызға әсер етуі әртүрлі болатынын көрсетіп тұр. Зағип кісінің жеткізгісі келген месседжі адамдарда аяушылық сезімін оятып қайыр сұрау еді. Бірақ өзі дұрыс жеткізе алмаған себепті табысы аз болды. Ал адамдардың сезіміне әсер ететін сөздермен ауыстырған сол еді, табыс бірден артты. Демек, түйін сөздердің бір қызметі адамдардың сезіміне әсер ету.